Армысыздарма балалар, 167-ші есебімізді шығарайық. Сандардың барлық бөлгіштерін анықтаңдар дейді бірінші есебімізде. Яғни 35 саны берген екен. 35 саны 1-ге бөлінеді, 5-ге бөлінеді, және де 7-ге 35-тің өзіне. Келесі сан 29. 29 1-ге және 29-тың өзіне. Келесі 28. 28 1-ге бөлінеміз, 2-ге бөлуге болады, 4-ге бөлуге болады, 7-ге бөлуге болады, 14-ге және де 28-тің өзіне. Келесі екінші есебімізде сандарының әрқайсының алғашқы 3 еселігін атаңдар дейді. Еселігін атаңдар не істейміз? Онда қосамыз, е? 4 саны берілген екен. 4-тің өзі 8, 12 болады. Алғашқы 3-ін сұрап тұр. Келесі бізде 8 деген сан берілген екен. 8, 12, 16. 16, 24 болады. Келесі 13 саны берілген екен. 13, 26, және де 39 болады. Осымен 167-ші есебіміз аяқталды.